Сәлем менің кішкентай достарым. Бүгінгі хабарымыздың тақырыбы ғарышкерлер күніне арналады. Ең алғаш ғарышқа жол 1957 жылы 4 қазанда ашылды. Ал 1961 жылы 12 сәуір күні адамзат тарихында алғаш рет Юрий Гагарин жер шарын айнала ашты. 12 сәуір тарихта ғарышкерлер күні болып бекітілді. Жалпы ғарышкер болуды армандамайтын бала жоқ шығар. Бүгінгі біздің студия қонақтары осындай алатаудай арманмен өсіп келе жатыр. Олай болса, өздерімен танысып алайық. Алаш деп аянбайтын мұрагермін, қорғаны болам осы қырағы елдің, ұлтымның мүддесі үшін шыңға шығып, додада топ жаратын құлагермін. Әкемнің аманатын арқалаған, футболдан қуат алып арқаланам. Арқанның бір ұланы арманы көп, мұрагермен боламын дархан далам. Армысыздар ағайын, сәлем десіп алайын. Ұлы жүздің қызымын, ұруым шанышқыл өзімін. Әлия Мәншүк апамның артынан қалған ізімін. Немересі Арықбайдың Аяжан Ербол қызымын. Сәкен Сейфуллин атындағы гимназиясының білімді ерке қызымын. Ассалаумағалейкум бар ағайын, әуелі амандасып мен алайын. Таныстырып өзім жайлы айта кетер, кішкене мағлұмат бар, айтар жайым. Қыркүйекте дүниеге мен келгем, футбол ойнап топ қоғанды мен сүйем. Көп балалы отбасыда шыққанмын, екі інім, жалғыз ғана бар әпкем. Рум майлы серікті мен немересі, 9 жасар, ел назар мен болам. Рум тобықты орта жүзден тараған. Мұстапа Берден бабадан, атам Анвар, әкем Қуат ат қойып, Назым деп ерке қызға балаған. Тұңғыш қызбын, ерке қызбын, дарамын. Мен үлгілі, мен өнерлі баламын. Үлгі тұтам аға жемді өзіме, анамның да өнегесін аламын. Кенже қожа ұрпағы Алиханмын, Рум қожа деп сіздермен танысамын. Абай Мұхтар Шәкәрімнің жерінде туғаныма мен әрқашан мақтанамын. Ұстаздарға барша көрерменге сәлем берем айрықша құрметпенен. Сағдат қызы Дилназатым келіп тұрған Сейфуллин мектебінен. Тегім текті рухты тобықты руынан. Ал жиенмін рухты байдәулетке. Бойымнан көреріңіз көп ендеше. Шабыт бер көңілім сәл төмендесе. Ақтоғайдай өңірдің перзентімін. Арқасы қозып тұрар өнер десе. Керемет достар, жарайсыңдар, өздерімен танысқаныма қуаныштымын. Хабар барысында өз-өзімізді еркін ұстау үшін өздеріңмен бір ойын ойнасам ба деймін. Қалай қарайсыңдар? Иә. Тамаша, барлығыңа қызық болып тұрған секілді. Бүгінгі тақырыбымыз ғарышкерлер күніне арналғандықтан білімдеріңді тексеріп көреміз. Ғарыш туралы не біледі екенсіңдер? Мен сендерге сұрақ қоямын, жауаптарың қандай болады? Байқап көрейік. Алғашқы сұрақ: әлемдегі тұңғыш ғарышкер кім және қашан ғарышқа ұшты? Юрий Алексеевич Гагарин 1961 жылдың 12 сәуірінде ұшқан. Тамаша, жарайсың. Ал екінші сұрақ: тұңғыш қазақ ғарышкері кім? Біздің тұңғыш қазақ ғарышкеріміз ол Тоқтар Әубәкіров атамыз. Ол 1991 жылы 2 қарашада ғарышқа ұшқан. Ол ғарышта 7 күн, 22 сағат, 13 минут болған. Тамаша, жарайсың. Үшінші сұрақ: Тоқтар Әубәкіровтен кейін ұшқан қазақ ғарышкері кім? Ол кісі туралы не білесің? Талғат Мұсабаев Амангелдіұлы ғарышкер 1994 жылы ғарышқа бірінші рет ұшқан, 1998 жылы ғарышқа екінші рет ұшқан. 5 рет, не бар 30 сағат 8 минут ашық ғарышқа шыққан. Ол Гиннестің үздік кітабында жазылған. 1999 жылы 3 рет ғарышқа ұшқан. Бәрекелді. Төртінші сұрақ: күн жүйесінде қанша планета бар? Күн жүйесінде 8 планета бар. Олар Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун, Уран. Тамаша. Бесінші сұрақ: Қазақстандағы ғарыш айлағы орналасқан қала? Байқоңыр қаласында орналасқан. Жарайсың. Соңғы сұрақ: ғарышқа қандай көлікпен ұшады? Ғарышқа зымыранмен ұшады. Жарайсыңдар балалар. Достарым, біздің тарапымыздан сендердің білімдеріңді кеңейтсек,
Қазір көктем келіп көгерді, артынан жаз келіп жадырай түсеміз. Түрлі гүлдер өсіп, айналамыз әсемдікке бөленеді. Ендеше өсімдіктер туралы ақпарат беретін келесі айдарымызға кезек берейік. Сәлем достар, әрбір гүл тіпті ең кішкентай және қарапайым гүлдің өзі табиғаттың таңғажайып жұмбақтары. Гүлдерге сүйсіне қарап, ерекше сезімде боламыз. Ендеше таңғажайып гүлдер әлеміне саяхат жасап, гүлдер туралы қызықты фактілермен таныс болайық. Ал достар, сендер әлемдегі ең кішкентай немесе ең үлкен гүл туралы білесіңдер ме? Әлемдегі ең үлкен гүл Рафлезия арральд. Оның салмағы 11 килограмм және диаметрі 91 сантиметр. Ол Индонезиядағы Суматра аралында өсіп жатыр. Ең кішкентай гүл Ракси вольфианың әр түрі бар. Оның ұзындығы 1 мм, ал ені 0,15 мм. Ең биік гүл шамамен 3 метр. Аморфофорус титанум. Ең қымбат гүл алтын орхидеяның бағасы шамамен $5000 тұрады. Ол алғаш рет 15 жылда гүлдеген Малайзиядағы Кинабоу тауында өседі. Ал біздің өңірдегі қандай гүлдер сендерге ұнайды? Маған бәйшешек ұнайды. Бүгінде бәйшешектің 80-ге жуық түрі белгілі. Оның ең сирек кездесетін түрлері Орта және Оңтүстік Еуропада, Қырым, Кавказ жерлерінде, Кіші Азия аумағында кең таралған. Гүлдің 6 түрі қызыл кітапқа енгізілген. Біздің еліміздің Іле, Жетісу, Теріскей алатауындар. Аспан әлемін зерттеу ерте кезден басталған. Бірақ ғарыш құпиясын әлі күнге дейін ешкім таба алмады. Ғарышты адам игілігіне пайдалану үшін ғалымдар көп тер төкті. Соның нәтижесінде 1957 жылы 4 қазанда ғарышқа жер серіктері ұшырылды. Ал бүгінгі біздің студиямызға келген қонақтарымыз ғарыш әлемін қалай елестетеді екен? Арнайы қойылым дайындап келіпті. Бірге тамашалайық. Мен қайда тап болдым? Мына жер өте қызықты екен. Басқа әлемге келгендеймін. Мұнда кім бар? Сіздер кімсіздер? Дыбыстар естіледі ме? Қалай? Өзің кімсің? Мен Сәкен Сейфуллин атындағы гимназиясын 3-ші сынып оқушысымын. Есімім Назым. Тамаша Назым, саған жұмбақ жастырайық. Сен тауып көр. Жерде болса тұрағым, мартқа ұшып тұрамын. Ғарышкер? Дұрыс айтасың, Назым. 12-ші сәуір ғарышкерлер күні. Иә, әрине мен білемін. Сәлеметсіздер ме? Сіздермен танысқаныма өте қуаныштымын. Ғарышкерлер немен айналысады? Маған өте қызықты ғарыш әлемі. Айға ашып, айға сапар шеккендерді ғарышкер деп атаймыз. Ғарышкерлер зымыранмен ғарышқа ұшады. Олар ғарышта болғанда, олар аспан әлемін зерттейді. Ғарышкерді ұшыратын жер ғарыш айлағы деп атайды. Біздің Қазақстанымызда Қызылорда облысында Байқоңыр ғарыш айлағы бар. Мына жерде ғарышкерлерді ұшырды. Ғарышқа алғашында нелер ұшырылып еді? Лайка, ғарышқа сапар шеккен әлемдегі тұңғыш тіршілік иесі 1957 жылдың 4 қазанда ғарышқа ғарыш кемесімен ұшырып жіберді. Кеңес одағының ғалымдары Лайкамен бірге тағы да 2 итті жаттықтырған. Олар Белка мен Стрелка. 1961 жылдың 12 сәуірінде Юрий Алексеевич Гагарин ғарышқа көтерілді. Иә, біздің қазақтың тұңғыш ғарышкерлері Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров, қазақтың тұңғыш ғарышкер ұшқышы. Назым, Тоқтар Әубәкіровтен кейін қазақ ғарышкері кім ұшқан еді? Талғат Мұсабаев Амангелдіұлы 3 рет ғарышқа ұшқан. 3-ші ғарышкеріміз Айдын Айымбетов. 2015 жылы 2 қыркүйекте Байқоңыр ғарыш алаңынан ұшты. Жарайсың, Назым. Өз елінің батырларын білген қандай тамаша. Олар ғарышқа ұшып, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Бұл кісілер біздің еліміздің мақтаныштары. Бұндай ер жүрек,
батыл болу үшін білімді, тәртіпті, үлкен азамат болуымыз керек. Ғарышкерлер ғарышқа ұшар алдында әртүрлі дайындықтан өтіп, арнайы білім алады. Ғарышта көлеңке жағы өте суық, күн жағы өте ыстық. Сондықтан ғарышкерлер скафандр киімін киеді. Скафандр киімі ауа толтырылған жермен өзара байланысқа арналған байланыс құралдары болады. Бүгін мен үшін керемет күн болды. Ғарыш туралы қызықты мәліметтер алдым. Бізге ғарыштық сапарымызды жалғастыру керек. Біз ұшамыз, уақыт шектеулі. Тағы бір кездескенде бұдан да көп мағлұмат береміз. Сау бол. Келесі кездесуді асыға күтем. Сау болыңыздар. Сау бол. Бәрекелді, өнерлерің өрге жүзсін. Қарағанды қаласының балабақшасындағы ғарышкер боламын деген бүлдіршіндеріміз бар екен. Кезекте бала тілі бал айдары. Қазақстаннан шыққан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров 1946 жылы маусым 27-сінде Қарағанды облысы Қарқа ауданы Бірінші Май туған. Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсамбаев, Юрий Алексеевич Гагарин, аспан арайлым, саған жиі қарайлым, сені көзбен шоламын, мен ғарышкер боламын, ғарышкер менде боламын, болам десем боламын, талды үлкен талабым, мен бармақтай баламын. Аспанда 9 планета бар: Юпитер, Жер, Күн, Нептун, Марс, Күн, Жер планетасы, Күн, Меркурий, Шолпан, Жер, Нептун, Сатурн, Юрий Гагарин, Айдың Айымбекова. Ғарышкер ол аспанға ұқсататын адам. 12 сәуір ғарышкерге күні құтты болсын. Біздің қонақтарымыздан қонақ кәде бар екен, менің ғарышкер боламын әнімен Айыржан Арықбай.
Әр адам ғарышқа саяхаттауды армандайды. Әр адам ұшқыш болғысы келеді. Бірақ ол үшін адамға ақыл мен шыдамдылық, ғарыш туралы көп мәліметтер керек. Ал достар, менің сендерге алғысым шексіз, болашақта өздерінің армандарыңа қол жеткізулеріңді тілеймін. Тоқтар Әубәкіров, Талғат Мұсабаев, Айдын Айымбетов ағаларымызға қарап, ой мен бой түзеңдер. Сол дана да дара тұлғалардың жолын сендерге берсін. Осымен біздің хабар аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.